Сәлеметсіздер ме? Әсерлі аудио әңгімелер арнасының құрметті тыңдармандары. Арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Рахмет. Мен өзімнің өмірім жайлы айтқым келеді. Жер бетінде қаншама тағдыр болса, бір-біріне ұқсамайды. Менің де өмірім кейбіреулердікіне егіздей ұқсас шығар, бірақ адамдар әртүрлі. Өзімді мақтағаным емес, жақсы абыройлы отбасынан шықтым. Бәлкім шынында да мақтануға тұрарлық шығар бұл. Отбасымда жақсы тәлім-тәрбие алдым, оқыдым, білім алдым. Жалпы алғанда барлық жағынан да ата-анамды жерге қаратпай, мерейін үстем етуді ойладым. Сөйтіп жүріп жігіттерге де көз салмадым. Бой жете бастағанда құрбыларым еріп, отырыстарға да бармадым. Жігітпен сөйлесу түгілі танысуға да қысылатынмын. Мен тек сабағымды, жұмысымды ғана білдім. Сөйтіп жүргенде жасым 29-ға қалай келіп қалғанында байқамай қалыппын. Осы жаста талай қыздар тұрмысқа шығып, көбінде 5-6, азында 2-3 баладан бар кез ғой. Ал мен осы жасыма дейін тіпті тұрмысқа шығуға да асықпадым. Осылай жұмыс, үй жұмыс деп жүргенімде жасым біразға келіп қалды. Тұрмысқа шығу туралы мүлдем ойланбадым демеймін, бірақ тұрмысқа шықпай қалдым екен деп қамыққан емеспін. Мен үшін алаңдап жүрген жақындарым менің қамымды ойлағандықтан өздері іске кірісіп, мені біреумен таныстырды. Өзімнің туған әпкем бар еді, тұрмыста бақытты өмір сүріп жатыр. Сол кісі жақсы жігіт деп өзінің қайнағасының досымен мені таныстырды. Әпкем таныстырғаннан кейін жаман жігіт емес шығар деген ой болды. Туған әпкем мені ешқашан жамандыққа итермейді ғой, бірақ әпкем де таныстырып отырған жігіттің қандай екендігін толық көзі жетпеуі де мүмкін. Бәлкім де ол да қайнағам жақсы адам, оның досы да жақсы деген сенімде болған шығар. Ол да қайнағасына сенген шығар. Бірақ шынында да ол жігітті алғаш көргенде ешқандай ерсі әрекеттерін байқамадым. Сөзі, дені дұрыс жігіт болып көрінді. Екеуміз танысқан соң сөзіміз жарасып, араласып кеттік. Арада 2-3 ай өткеннен кейін ол маған ұсыныс жасады. Сүйген қызым бол деп емес, бірден өзіне жар болуға ұсыныс жасады. Себебі белгілі, ол да сор бойдақ, мен де жас қыз емеспін. Оның жаман әдеттерге әуестігі жоқ, арақ пен темекіні мүлдем татып алмайды. Оған өзімнің де көзім жеткен болатын. Алланың жолында жүрген адам дұрыс адам болар деп ұсынысын қабыл алдым. Ойымда ешқандай арам ой болған жоқ. Себебі мен осы жасқа дейін жігіт атаулымен жүріп қыдырған емеспін. Сондықтан болар жігіттен ешқандай күмәнді ештеңе байқамадым. Содан екеуміз сөз байласқан соң ол әке-шешесіне айтып, маған құда түсіп келді. Сырға салды. Сырға салғаннан кейін 3 күннің ішінде мені ұзатып алып кетті. Барлығы да тез болып кеткені соншалықты ештеңені аңғармадым. Бірақ мен сол үйге келін болып барған сәттен бастап барлығы өзгерді. Бұрынғыдай сыпайы сөз, жылы көзқарас жоқ күйеуімнің тарапынан. Ал күйеуімнің маған деген қарым-қатынасы осылай болғанынан соң басқасынан үміт күтпедім. Содан менің өмірім тозаққа айналғандай болды. Күйеуім маған үйленген кезінде жасы 37-де болатын. Осылай ұзақ уақыт жүріп қалған жігіттерден шынында да секем алу керек екен. Үйленбеуінің себебі не деп сұрап, мардымды жауап ала алмаған едім. Енді барлығы белгілі болды. Ол маған дейін 1 рет үйленіп, ажырасқан екен. Одан бір баласы бар болып шықты. Ол әйелмен де көп тұрмаған, 2 ай ғана тұрған екен. Бұл күйеуімнің айтуы бойынша. Содан ол әйел менің күйеуіммен мінезі келіспей, өзі кетіп қалыпты. Әрине, мынандай күйеуге шыдау мүмкін емес. Маған үйленгенше күйеуім бұл шындықты да жасырды. Не керек, шындық ашылған соң мен өзімді бір түрлі жаман сезіндім.
Ал күйеуім болса өзінің айыбын ойламайтын да секілді. Маған көңіл бөлмей өз бетімен жүретін. Мен ойлайтын едім, мүмкін бірінші әйелін ұмыта алмай жүрген болар деп. Маған күнде екінші әйел алам, шариғат бойынша 4 әйел алуға рұқсат етілген деп күнде айтатын болды. Өзі шариғат жолын мықты ұстанған адам сияқты сөйлейтін. Әрине, қандай әйел болса да күйеуінің үстінен екінші әйел алуына оңайлықпен келісім бермейтіні анық. Олай, екінші қатын алатын ойың болса, неге баста мені алмай тұрып айтпадың деп мен түсіне алмайтын едім. Содан күйеуім екінші неке жайлы айтуын қоймады. Мен де естімеген адам сияқты жүре бердім. Ол маған жылы қабақ танытқан емес. Сыйламайды да, мен одан ешқандай жылы сөз естіген емеспін. Сонда ешкімге шағымымды айтпай отбасы болуды ойладым. Шыдадым. Өзім кеш тұрмысқа шыққан соң балалы болуды ойладым. Содан мен бір айдан асқанда құрсақ көтердім. Енді басылатын шығар десем, күйеуім тіпті менің аяғымның ауырлығына да қуанған жоқ. Жүктілігім ауыр өтті. Өте қатты токсикоз болдым. Түсік тастау қаупі де жоғары болды. Сонда да маған жаны ашып қараған емес. Айтатыны тек екінші неке. Содан мен де шыдамадым. Күйеуіме алсаң алшы сол екінші қатынды. Қидырсаң қидыр некеңді дедім. Осы сөзді айтуым мұң екен. Күйеуім қуанып кетті. Кімге үйленгісі келіп жүргенін білейін деп ол әйел туралы сұрады. Ол өзінің бұрыннан танитын бір компанияда жұмыс жасаған, күйеуінен ажырасқан 3 қызы бар әйел екен. Ойнап айтып отырған болар деп басында сенбедім. Бірақ бұл шындық екен. Күйеуім де күнде үйге кеш келеді, сол әйелінің жанында. Үйде болған кезде тек сол әйелмен сөйлеседі. Мен күнде жылаймын. Өзімнің аяғым ауыр. Неге мені қыздай алып, бұлай қор қылдың? Неге басқа біреуді жақсы көрсе, менің өмірімді ойыншық етеді деп өмірім жылаумен өтті. Осыларды аңдып, осыларға жүйкемді құртып, ішімдегі баламды ойламадым. Соның кесірінен мерзімнен бұрын 6 айлық кезімде босанып қалдым. Менің өмірімдегі ең өкінішті жағдай осы еді. Себебі балам вакуумда 4 күн жатып жетінеп қалды. Содан мен кетіп қалдым. Қазір күйеуім сол әйелмен некесін қидырып алды. Бұндай да өмір болады екен.